Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қарапайым салаттың рецептімен бөлісемін. Өте оңай жасалу жолы. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен бізге салатный лист қажет болады. Оны осылай ұзынша қылып турап алатын боламыз. Қанша мөлшерде қанша кететінін бәрін описанияда жазып кететін боламыз. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Қызанағымызды да осылай ұзынша қылып турап аламыз. Жасалу жолы өте оңай және де өте дәмді болып шығады. Сіздер де бір рет болсын жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, осында қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Қиярымызды да дәл осылай ұзынша қылып турап аламыз. Видеодағыдай. Менің каналыма өтсеңіздер, видео бөліміне өтсеңіздер, сол жерде керемет пайдалы видеолар бар. Сол жерде ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Енді бізге колбаса қажет болады. Колбасамызды осылай ұсақтап ұзынша қылып турап аламыз. Колбаса ұнамайтын, жемейтін болсаңыздар, оның орнына ет қоссаңыздар болады. Етті осылай ұзынша қылып турап алсаңыздар, ол да өте дәмді болып шығады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді салатымызды жинақтаймыз. Салатный лист, помидор, қызанақ және де осындай жүгерімізді қосамыз. Енді бізге осындай майонез қажет болады. Оны да осылай жақсылап салып, оның үстіне тураған колбасамызды барлығын салып араластыратын боламыз жақсылап. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Жақсылап араластырамыз. Тұзы кем болса азырақ тұз салып жіберсеңіздер болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Осылай бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін тәрелкелерімізге осылай орналастырамыз. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.